Жылдам ақпараттар жетуді жалғастырамыз. Жылда мәлімдеме тарады. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақстанда болып жатырған ең соңғы ресми жаңалықтарды алғашқы қатарында біліп отырыңыз келе ме? Ендеше арнамызға жазылып, осы видеомызға лайк басып. Түркістан облысында алғаш рет жаңа туған нәрестенің жүрегіне операция жасалды. Түркістан облысында ең бір перинаталдық орталықта алғаш рет жаңа туған нәрестенің жүрегіне операция жасалды. Сәбидің салмағы 730 грамм. Нәресте 24 апталық экстремалды салмақпен шала туылған. Алғаш күндері нәрестенің жағдайы күрт ауыр болып, өміріне қауіп төнген. Орталықтың билікті неонатолог дәрігерлер және медбикелердің арқасында клиникалық стандартқа сәйкес ем жүргізіліп, жағдайы тұрақталған. Дәрігерлер нәрестенің даму барысында туа біткен жүрек ақауын анықтап, ота жасату үшін дайындыққа кіріскен. Республикалық медициналық авиация желісі арқылы Астана қаласының ұлттық ғылыми медициналық орталықтың дәрігерлерімен байланыс орнатылды. 9 маусым күні тұңғыш рет номер 1 облыстық перинаталдық орталық қабырғасында ұлттық ғылыми медициналық орталықтың жоғары санды дәрігері, кардиохирург, медицина ғылымдарының кандидаты Нұркеев Бақшан, бөлімнің меңгерушісі Қабақанова және Ақмолдаеваның қатысуымен сәтті ота жасалды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Аптаның соңғы жаңалықтарын алғаш арнамыңыз келсе, бізге қосылыңыз.